Ассаляму алейкум, сіздермен хан қызы Керімай. Бүгін сіздермен өте жеңіл дайындалатын, балаларыңыз сүйіп жейтін қаймақты бәліш дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнға қопсытқыш қосамыз, қантымызды қосамыз, және де бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай үгітілмелі қамыр дайын болу керек. Одан кейін үстіне жұмыртқамызды жарамыз да қамырды илеп аламыз. Міне қамырымыз қолға жабыспайтын, жұмсақ болып шықты. Осыны целлофан пакетке салып, тоңазытқышқа 20 минутқа қалдыратын боламыз. Салмасын дайындап алатын боламыз. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқамыз жарамыз, оған қантты қосамыз, және де жақсы дәм беру үшін ванилин салсаңыздар болады. Оның үстіне қаймақты салып, жақсылап араластырып аламыз. Құрамы жақсылап араласқан болса жеткілікті. Біздің салмамыз дайын болды. Формаға мен пергамент қағазын төседім, және де қабырғаларын жақсылап майлап алдым. Дайын қамырымызды видеода көрсетілгендей формамызға осылай қолымыздың көмегімен барлығын салып шығамыз. Менің пайдаланған формамның диаметрі 24 см. Қалған қамырымызды формамыздың қабырғасына биіктетіп осылай салып шығамыз. Қамырымыз формаға біркелкі тегіс түсу үшін осылай стаканды пайдалансаңыздар болады, және де қабырғаларын биіктігін шамамен бірдей етіп, шанышқының көмегімен тегістеп алсаңыздар болады. Формамызға салманы құямыз, және алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Өзіңіздің пешіңізге қарап көресіз. Біздің қаймақты бәлішіміз дайын. Осы рецептпен дайындап көріңіз, бір жасағаннан шығады. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.